Суып кетті бар. Киіндірмесе. Суып кетті, суып. Мына кроссовки оригинальный ғой, Adidas. Екінші сезон болды кигеніне. Әлі новый. Оригиналдың аты оригинал екен. Қат қапсың ғой, киік, куртка киік кел. Бері кел. Бері кел. Ана бум-бум әкет қалады қазір. Бере салшы, бум-бумға бере сал екеуін. Тыңдамайды айтқанды бұлар. Ана машинадан қорқады, қарап тұр ғой саған. Прямойға шығайын дедім да қойшы дедім. Кетеміз ба, болды ма? Жүріңдер Кателяға барамыз, нәм-нәм аламыз. Кетеміз ба? Айко, кеттік. Қоблан, куртканған, әкел курткан киеміз бұл. Бұл кетеміз. Ана Қобланды машинаға бере сал, ана машина ап кетсін. Тыңдамайды айтқанды. Бере сал машинаға. Үстіне куртка кимейді екен. Но коляскасын ап келедір. Тамақ бар. Кеше қойдың етін алып, бүкіл Алматыны аралап қойдың етін тапқам. Содан әдемілеп сорпа істегем. Өзбекский шурпа деп. Сол бар. Ойнадық, қатырдық, үйге барамыз енді. Или үй жақта площадке барып ойнаймыз біраз. Қайт барадық. Зорға алдып сылдап отырғызып алдым ғой, киіндір. Тамағым дайын. Ана мынау аламыз, салат сөйлен. Сағат 9-дан асты, көшеде әлі жүрміз. 6-да шыққан. Ана екеуін. Көміп тұрма? Ұйықтата алмай. Жүрміз. Қаңғырып. Қыздар, міне үйге келдік. Балам үйге кірмеймін деді папасына. Сөйтіп папасы екеуі далада жүр, біз қызымыз екеуміз кіріп. Күндіз тамақ ішпегем ғой вообще. Әшейін бір нәрсе жей салып балдармен бірге далаға шығып кеткенбіз. Сосын қарным деген ашып кетті үйге келгенше. Сөйтіп ана жерден пицца алдық та. Үйде сорпа бар айтып едім ғой, сол. Сорпа ешкім келмеді. Сөйтіп пицца алып үйге келіп, қызымыз екеуміз жеп алдық. Жыланның басы қайтты да, в общем. Сонымен айтпасам енді айып болар деп, айтайын деп не қылдым сіздерге ше. Айтайын деп шештім, короче. Өткен жолы айтып едім ғой, мен балдарым баламның Ашубай қызармаған мүлдем деп. Соны көз етіп кеттіні білмеймін ғой, неге сразу содан кейін қызарып, ай деп жылады да балам. Сөйтіп сол жерін не көрсетіп сиген кезде, очень сондай кезде. Ашып қарасам қызарып кетіпті ұшы. Әлі сүндеттелмеген ғой, сол ет іші да, короче. Сөйтіп, ойбай, бұл не бәле, не істейміз деп, неден болды екен деп, жаңағы не қылдық да, жуып, тазалап, сразу ютубты көріп, қайтадан мен іздеп сөйттім. Сонымен біреу айтты, Адвантан деген майс өте жақсы көмектеседі, бір-екі жаққаннан кетеді деп сөйтіп. Сөйтіп біз жаңағы, мен үйде тетрацклин бар еді, жақсылап жуып, тазалап, ромашкамен жуайын дедім да, ромашкамен жуу керек деп айтты, очень ютубта. Ромашкамен жуып, тетрацклин жағып тастадым. Сосын барып күйеуім жұмыстан келе жатқан кешке, оған айттым, Адвантан деген майс бар екен деп. Міне, өткендегі айтқан майсым ғой, міне. Адвантан деген майс бар, күшті көмектеседі екен деп, осы майсты ап келді.
короче, бұны врачтың несінсіз сатпайды екен бұл майызды ше. Бірақ бізде енді бәрі Қазақстан ғой, алам десең аласың ғой. Өйткені бұда не бар? Бұны да көп қолдануға болмайды. Экстренный случайларда қатты асқынып неғып кеткен кезде. Бұда гормональный не бар, в общем. Осыны бірақ көп адам жағады осыны ше. Ешқандай кері әсері жоқ. Сондықтан қатты қызарып, ойылып кеткен болса, жақсылап марганцовкамен ба, ромашкамен ба, ромашканы әш шығып неғылып, шаястар, сабын, анау-мынау ештеңе жолатпаңыздар, кір сабында ештеңе жолатпаңыздар. Тек ромашкамен немесе марганцовканың несімен ертіп алып, марганцовканы жақсылап ертіп аласыздар да, ондандай комок-комок болып жүруге болмайды ішінде, өйткені ол тиген жерін күйдіріп жібереді. Жақсылап ертіп аласыздар да, сосын барып сүртіп, короче, наны жағып қойасыздар. И каждый жаңағы памперс ауыстырған сайын или кіші дәретке шыққан сайын осыны жағып отырсаңыздар, бір күнде 2 күн ары кетсе кетіреді. Оған гарантия берем. Если кетпесе астына жазасыздар. Өтірік айтасың, сен кетпейді деп ше. Өте жақсы көмектеседі. Балама бір жаққаннан результат болды. Кешкісін жақты, таңертең тұрғанда уже сәл бет қайтып қалды ше. Солай ең жақсы көмектесетін майыз міне. Адвантан. Бипантен, мипантен дегендер, короче, тоже көмектеседі, бірақ ол мынандай экстренный случайда асқынып кеткен жағдайда көмектесуі тез емес та, қиындау болады. Сол үшін сіздермен өзім жандай нелерімді алмасып атқанмын ғой. Маған прямо сол жазылып кетпегенінше, жазылып әдемі болып не қылмағанынша мен уайымдап ойлай берем, неғып бүйтіп кетті екен, неден болды екен, ана дұрыс жумадым екен, неге үйтті екен деп өз-өзімді жеп қоямын да ше. Сол үшін жаңағы мен ең жақсы көмектесетін жолдарын іздеймін. Бүкіл ютубты аралап, күндіз түні аралап, ұйықтамай көз ілмей кетсем де, соның ақыры түбіне жетпей, сондай әдет бар менде, қоймаймын да ше. Солмен бөлісейін дегем сіздермен. Күйеуім әлі далада жүр, сағат 10:25 болды, 10:30 болды. Балам кірмейм дейді, жоқ, үйге кірмейм, айда дейді ана колясканы. Далада екеуі ұйықтап алды қайтардан. Сонымен үйге кіріп, площадкеге келіп, біраз ойнап, барып пицца заказ беріп қойдық телефон арқылы. Барып пиццамызды алып қайттық. 2 пицца, 1 фри алдық, порция 2900 теңге болды ше. В общем, бағасы өте жақсы. Өте бағасы жақсы и дәмі деген енді күшті. Солай ағайын бізде жағдай. Балама не? Ветрянка шығып жатыр ғой. Ветрянка шыққанның бір жақсы жері бар екен. Адамдар қашады екен, площадкада өзің жалғыз рахаттанып, кең жерде ойнайсың. Бұрнадан толып, качеляға таласып, арна жерге таласып сөйтетіне қой. Қазір жақсы болып, біз ана зеленканы көреді да қашады. Айтам да Бауыржанға енді ветрянка болса да болмаса да зеленка жағып алып шығайық та площадкаға депші. Сондай. Сол. Ал жақсы, сау болыңыздар, аман болыңыздар, ауырмаңыздар. Хат жазып хабарласып тұрыңыздар, лайк қойып отырыңыздар. Ана жақтарымды жинастырып, аналар Бауыржан сорпа ішем деп тұр, соның сорпасын жылтып, дайындайын тамағын. Жақсы. Сүйдім барлықтарыңыз. Пока-пока. Мына гүлді көрсетпесем айып болады дедім да. Әдемі иісі шығады да просто. Соған бол аламынша. Бұны енді адам қол жетпейтін жерге қоямыз, биік жерге. Себебі екеуі бар біздің үйде. 2 күшік бар. Там анандай несімен дәу ағашымен жұлып ағасын ғой.